Так, бүгін бізде Toyota Carina E. Бұл жерде проблема замыкание дейді. Клиент жолда кетіп бара жатып, машина өшіп қалған. Предохранительді бір талдап тексерген. Одан кейін қараса, именно EFI-дің предохранителі атып тастаған. EFI-дікі 15 ампер. Мынаған мән бермей қойыңыздар, бұны алып тастайды. Осылай тұр екен енді, бұл сигнал келген. Нормально. Так, EFI-дікі пока что замыкание тексеріп жатырмыз. Замыкание бар. Енді кейбір білмейтін адамдарға лайфхак болсын. Предохранитель каждый раз жаңасын сала бермей, осылай между собой лампочканы қойып қойсаңыздар, замыкание бар екен көрінеді. Замыкание өшкен кезде, жоғалған кезде лампочкада өшеді. Так, замыкание бар. Іздеп жатырмыз. Схеманы қазір экранға шығарып беремін. Схема бізде баратын жерлері коммутаторға барады, холостой ходқа барады, катушка, так, лямбда-зонд, бензонасос, форсунки. Короче, полная система зажигания и инжекшнға барлығына барады. Так, мына жақта предохранительдер нормально, бұл жақ қатысы жоқ. Так, бензонасос ажыратып қойдық. Процесстегі машина уже. Но әлде замыкание бар. Но бір қызық жері бар. Так, схема бойынша так, предохранительден питание шығады да форсункаға прямой барады. Ол уже касаться етпейді. Біз аламызда EFI-дің релесі бар. Так, замыкание қазір бар. EFI-дің релесін шығарып тастаймыз. Так, қазір бір минут. Так, міне қазір релен салам. Замыкание бар. Релен шығарам. Өшеді. Бұл бізде тоже EFI main engine fuel injection. Система подачи топлива. Соның релесі. Значит, схема бойынша біз до реле емес, после реле қай жерге барады, соны іздейтін боламыз. Ал, кеттік. Так, короче, барлығын қарап жатырмыз. Форсунка жақ барлығы нормально. Так, барлық штекерлер шығарып тастадық, коммутатор тоже шығарып көрдік, бәрібірде өшкен жоқ, замыкание әлі де бар. Бензонасос ажыратып қойдық, проводка барлығын қоладық, бәрібірде замыкание бар. Енді неден бұл? Алхамдулилля. Ладно, екінші дубль түсіретін желание жоқ. Іздегенді. Қай жерден болды екен? Барлық проводкаларды қозғалтып көреміз. Бәрібірде сондай. Так, короче, замыканиені тауып алдық. Примерно қай жерде екен? Лампочка жанып тұр қазір. Мұны бітеміз де. Опа. Міне өшті. Қозғалтам жанады. Ол бізде проблема мына бір жерден шықты. Осы жерді көтерем, лампочка өшеді. Міне. Қозғалтам, жанады. О, примерно қай жерде екен тауып алдық. Осы бір жерден. Касаның ішінде екен. Енді трамблер шығарамыз. Так, нашлангын шығарып қойдық, сафундікін. Трамблер шығарып, астында касаны ашатын боламыз. Именно қай жерден замыкать етті деп. Ал, кеттік. Так, мүмкін емес, еш нәрсе жоқ. Замыканиені таптық, короче. Барлығы мынау бағанағы схемадағы белый красный провод. Қажалыпты мына жаққа. Сол тиіп қапты. Енді мынаның барлығын тазалап, термозатқа отырғызып, жүгітауат етіп, тексеретін боламыз. Бұл осы бірақ провод негіз. Осы үшін полный бүкілер тексеріп шықты қой. Трамблер шығардық. Басқа жерде замыкание жоқ екен. Тексеріп қойдық. Осы бір проводты жөндеп, оны жүгітауат ететін боламыз. Ал, кеттік онда. Схеманы экранға шығаратын болам. Так, сонымен барлығы бітті. Барлығын жинап қойдық. Барлығын жүгітауат етіп, барлығы тема. Так, зажигание ашамыз. Осы Кариналар ұнайды бар ғой.
пол пинка отауы ғой. Аштың. Қолға мән бермейміз енді. Болды. Тахометр істемейді екен, оны ештеңе айтқан жоқ, бізге жасап бер деп. Жасап бер десе жасап беретін шығармыз енді келесі видеода. Болды. Осымен барлығы мотор ровно істеп тұр. Салон барлығын жинап қойдық. Все барлығы нормально. Все. Осымен Toyota бітті. Каналға тіркеліп кетіңіздер, лайк басыңыздар. Более жақсы жағынан комментарий қалдырып кетіңіздер. Рахмет.